Достар, Қытаймен бизнестің 10 сабағында сіздерге айтайын дегенім, Қытайдың зауыттарындағы барлығы арзан деп, остатқы тауарларға алданып қалмау жөнінде осы видеода толық айтатын боламын. Көптеген достар бізге осындай тауарлар жіберіп жатыр. Бұл Қытайдың зауытындағы остатқы тауарлар деп айтады. Көріңіздер. Өте арзан, 9 юан, 16 юан, 3 юаннан бар. 3 юан дегеніміз біздің ақшамен 200 теңге. 200 теңгеге осы киімдерді ала аласыз. Расында ала аласыз. Енді қараңыздар. Мен бұның барлығын ашып көрсетейін сіздерге. Қараңыздар. Міне, мына тауарларды көріңіздер. Мына курткаларды 20 юан дейді. Яғни 20-да 87. Біздің ақшамен алып айтқан кезде бұл 1300 теңге. Осы тауарды алам деп көптеген клиенттер бізге жазып жатады, ссылкасын жібереді. Осындай арзан тауар тауып алған. Бұл тауар дегеніміз Қытайдың зауытында остатқы тауар деп аталады, достар. Ашып көреміз. Міне, достар, көріңіздер. Өте әдемі курткалар, бірақ өкінішке орай, бұл курткалар сіздерге размермен, светімен келмейді. Мына астында қараңыз, жібейді басамыз. Достар, бұл жерде айтайын деген, бұл тауарлардан размер таңдай алмайсың, свет таңдай алмайсың, тек қана қанша үштік сонша аласыз болды. Міне, достар, міне жерде не размер таңдай алмайсың, не свет таңдай алмайсың. Көрдіңіздер ма? Тек қана осы жерде қанша үштік екенін жазасыз болды. Мына плюсті баса берсеңіз үштік саны жазылады. Бұл жерде минималды үштігі бар тағы. Минималды 33-тік алу керек дейді. Міне жерде көріңіздер, достар. Осыдан 33-тік аласыз, бірақ сізге бір мусор тауар келеді ғой. Яғни қате тігіліп қалған, қисық тігіліп қалған, болмаса размері жоқ, болмаса үлкен размерлер қап қойған, болмаса кішкене размерлер қап қойған, болмаса әйтеу бір куртка келеді ғой. Кардиган, халат, жалпы 33-тікке осыны салып жүреді. Мынаның ішінде бір-екеу бар болу керек, осындай әдемісінен бір-екеу бар болу керек, бірақ қалғаның бар кардиган, халат, сол сияқты бірдемелер салып жүреді. Өйткені біз кеше ғана істеп жүрген жоқпыз, достар. Біз ұзақ уақыт бойы істеп келе жатырмыз. Осының бәрін біз басымыздан өткергенбіз, басымыздан өткіздік. Сондықтан осындай тауарларға сіздерді ұрынып қалмаңыздар. Достар, осы сабақтағыдай Қытайдың сайттарынан арзан тауар алам деп остатқы тауарларға ұрынып қалмаңыздар. Ол үшін таңдаған тауарыңызды біздің эксперттерге жіберіп, бір рет тексертіп алғандарыңыз дұрыс болады.